Әкенің орны туралы халқымызда да дінде де айтылған орындар бар. Бірінші орында халқымыз әке асқар тау деп айтады, оның орнын. Ол енді үлкен мектеп. Екінші нәрсе, кейде әкенің қадірі жездедей-ақ деп айтады. Енді осы бір қарасаңыз соншалықты жоғары баға беруі, екінші қарасаңыз бір көз қараста сондай төмен баға беру, бұл қандай нүкте екендігі. Шариғатымыздың өзі мысалы бірінші орында анаңа қатты қара деген бірнеше пайғамбарымыздың өсиетінен кейін барып қана әкеңе деген сөздерді көп адамдар осы мағынада түсінеді. Әйтсе де бұл әкенің орнын, ер кісінің жанұядағы орнын бір сөздерменен жинақтап айтқым келетіндігі.